Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге үнді кинематографтары тарапынан түсірілген өте керемет туынды 2009 жыл жарық көрген «Тірі идиота» фильмі жайлы айтып беремін. Фильмнің басында 30 жастағы Фархан ұшақта отыр. Осы сәтте оған біреу қоңырау шалып өте маңызды жаңалықты хабарлайды. Ұшақ әуеге көтеріле берген сәтте жігіт орнынан тұрып, жүрегін ұстап, жерге құлады. Ұшақ әуежайға қайтарылды, ал Фарханды болса мүгедек арабасымен алып кетіп бара жатыр. Бір кезде жаңа ғана жүрегін ұстап құлаған жігіт орнынан тұрып, әуежайдан қаша жөнеледі. Таксиде Фархан досы Раджуға хабарласып, олардың құпия досы Ранчоның қалаға оралғандығын айтады. Қатты таңғалған Раджу аяқ киімдерін қолына ұстап, үйінен жүгіріп шығып, әлгі таксиге отырды. Жігіт асыққандығы соншалықты тіпті шалбарын киюді ұмытып кетіпті. Екеуі жүгіріп Ранчомен кездесу үшін өздері оқыған инженерлік колледжге келді. Алайда Ранчоның орнына өздерінің тәкаппар группаластары Чатурды көреді. Чатур осыдан 10 жыл алдын дәл осы жерде өмірде кім көбірек жетістікке жетеді деп бәстескендерін естеріне салады. Қазіргі сәтте Чатур үлкен бір компанияның вице-президенті, оның әдемі әйелі, үлкен үйі бар. Алайда жігіттерді оның жетістіктері қызықтырмайды. Ең бастысы ол Ранчоны қайдан табу керек екендігін біледі. Ранчо колледжді бітіргеннен кейін із-түссіз жоқ болып кеткен, ал достары болса оны 5 жылдан бері табуға тырысуда. Чатур Ранчоның Шимла қаласында екенін айтып, қатшысының сонда түскен суретін көрсетеді. Суретке арғы жақтан өтіп бара жатқан Ранчо түсіп қалған болатын. Чатур олардың ішінде өзінің ең көп жетістікке жеткендігін дәлелдеу үшін достарды алып, Ранчоны табу үшін Шимлаға қарай жолға шығады. Естеліктер бізге Фарханның ең алғаш колледжге келіп, жатақханаға бара жатқандығын көрсетеді. Фархан инженерлікке әкесінің қалауымен түскен болатын, ал Раджу болса болашағы үшін қатты алаңдайды. Бірінші түннен ақ үлкен курстағылар жаңадан келгендерге қарсы алу рәсімін ұйымдастырады. Кешігіп келген Ранчо мұны көріп, бөлмесіне кіріп, есігін құлыптап алды. Үлкен курстағылардың басшысы жігіттің сазайын беру үшін оның есігінің алдын әжетханаға айналдырмақ. Алайда тапқыр Ранчо қасықты электр тоғына жалғап, есіктің алдына қойып қояды. Бұл тапқырлық барлық студенттердің көңілін көтереді. Мектеп директоры Виру мырза, студенттер оны вирус деп атайды. Вирус өмір тынымсыз жарыстан тұрады, және де студенттер жетістікке жетулері үшін мұғалімдердің айтқандарын бұлжытпай орындаулары керек деп санайды. Сонымен қатар вирус уақытты босқа құртқанды жек көреді, сол үшін де ол жабыстырмалы рубашка және ілмекті галстук тағады. Әр жылы директор бірінші курс студенттерінің алдында өзінің ұстазы сыйға тартқан ерекше ручка туралы әңгімені қайтарып айта береді. Бұл ручканы ғарышкерлер ғарышта пайдаланады, оны ойлап табу үшін бірнеше миллиондаған долларлар кеткен. Осы колледждегі 20 жылдық карьерасында ол осы ручкаға лайықты болатын бірде-бір студентті кездестірмеген. Бір кезде Ранчо аяқ астынан ақшаны үнемдеу үшін ғарышта неге қалам қолданбасқа деп сұрақ қояды. Вирус аяқ асты қойылған сұраққа таңғалып, ешқандай жауап бермей кетіп қалды. Колледждегі әртүрлі жұмыстарды жасап жүретін Миллиметр есімді бала Ранчоның тапқырлығын мақтайды. Ранчо балаға мектеп формасын сатып алуға қажетті ақша беріп, мектепке барып білім алуын айтады. Фарханға Ранчоның ойлау кеңістігі бірден ұнайды. Алайда Раджу жігіттің кесірінен бастары бәлеге қалу мүмкін деп қорқады. Кітапты жаттап алған басқа студенттерге қарағанда Ранчо оқып жатқан нәрсесін түсініп, оны қарапайым тілде түсіндіруге тырысады. Оқытушыларға Ранчоның бұл ойлау кеңістігі ұнамайды, сондықтан да олар көбіне Ранчоны лекциялардан қуып жібереді. Алайда Ранчо берілмей басқа бір сабаққа кіріп, сол сабақтан өзіне керегін алуға тырысады. Ранчо техникаларды зерттегенді жақсы көреді, және де диплом үшін оқымай, жай ғана білім алғысы келеді. Колледжде техникаға қызығатын тағы бір студент Джой бар, ол бітіруші курста оқиды. Ол өз қолымен камера
камерасы бар керемет дрон жасайды. Алайда вирус жігіт тапсырманы уақытында орындамағаны үшін оны қабылдамай қойды. Онымен қоса тіпті жігіттің әкесіне қоңырау шалып, ұлының диплом алмайтындығын хабарлайды. Көңіл күйі түсіп кеткен Джой құрылғысын мусорға тастайды, алайда оны Ранчо тауып алып, кішкене дұрыстау керек жерлерін жөндеп, жігітті қуанту үшін оның терезесіне қарай ұшырады. Ең өкініштісі, ол қорқынышты жағдайға тап болып, жігіттің асылып тұрғандығын көреді. Жерлеу рәсімінде Ранчо директордың қасына келіп, жігіттің оқу системасындағы студенттерге жасалатын қысымның құрбаны болғандығын айтады. Вирус бұл айыптауды өзіне қабылдап, Фархан мен Раджудың ата-анасына хат жіберіп, Ранчоның олардың ұлдарына кері әсер етіп жатқандығын жазады. Келесі күні Ранчо Фарханның үйіне келді. Осы кезде жігіттің әкесі Ранчодан баласының басын болмайтын нәрселермен қатырмауын сұрайды. Ранчо қабырғада тұрған Фарханның түсірген суреттерін көріп, жігіттің үнемі суретші болуды қалағандығын біледі. Ол досының әкесін ұлына бір мүмкіндік беруіне көндіруге тырысады, алайда адам ұлым инженер болу керек деп тұрып алады. Кейін жігіттер Раджудың үйіне барады. Раджудың отбасы өте кедей тұратын, сал болып төсекке байланып қалған әкесі. Ал әпкесін ешкім ізінен баратын дүниесіз келін қылып алғысы келмейді. Отбасының барлық үміті Раджуда, сол үшін де жігіт жақындарының сенімін ақтай алмаудан қатты қорқады. Достар тегін тамақтану үшін бір тойға қонақ болып кіріп кетеді. Ранчо Фия мен жігіті Суқаздың қыздың арзан сағаттары туралы сөйлесіп жатқандарын естіді. Ранчо Суқаздың ақшаға қатты беріліп кеткендігін бірден байқап, бұл туралы Фияға айтты, және де өзінің сөздерін дәлелдеу үшін жігіттің қымбат аяқ киіміне соус төгіп жібереді. Ал Суқаз болса күтілгендей аяқ киімдерінің бағасын айтып, даяшыға ұрса жөнелді. Достар Фияның вирустың қызы екендігін білген соң бастарының үлкен бәлеге қалғандығын түсінеді. Ну и что вы здесь забыли? Чатур оқуда бірінші болуға тырысып, басқа студенттердің назарын аудару үшін әдепсіз журналдарды олардың есіктерінің алдына қойып кетеді. Мұны біліп қойған Ранчо оның сазайын бермекші болады. Чатур Угандадан келген болатын, ол директорге жағыну үшін мұғалімдер күнінде үнді тілінде құттықтау сөзі айтпақшы болады. Ранчо жігіттің құттықтауындағы маңызды сөздерді боқтық сөздерге ауыстырып, Чатур вирусты ғана емес, білім министрінде барлығының көзінше балағаттайды. Ашулы Чатур масайып алып 10 жылдан кейін өзінің оларға қарағанда ең көп жетістікке жететіндігін айтып, қабырғаға 5 қыркүйек деп жазып қалдырады. Бір күні кешкісін Ранчо Фия мен жігіті Суқазды зергерлік дүкенінде көріп қалды. Жігіт қалыңдығына қымбат сағат сатып алып беріп жатыр екен. Ранчо қызға сағатты жоғалтып алғандай киіп танытуын ұсынды. Ашулы Суқаз Фияны ақымақ деп атап, сағаттардың өте қымбат тұратындығын айтады. Мұны көрген Фия жігітке сағатын қайтарып, онымен айырылысып кетеді. Ранчо Раджудың әкесінің ұстамасы ұстап қалғандығын естіп, Фиядан көмектесуін сұрайды. Және де олар шалды уақытында ауруханаға алып келіп, өмірін сақтап қалды. Раджу жылап досына алғысын білдіреді. Фия Ранчо үшін достарының қаншалықты маңызды екендігін көріп, жігіт оған одан бетер қатты ұнай бастады. Семестр емтихандарының бағасы шыққан сәтте Фархан мен Раджу ең соңғы болады. Алайда олар ең болмағанда емтиханнан өткендеріне қуанышты еді. Оларды қатты таңғалдырып, Ранчо бірінші орында алады, ал оқымысты Чатур болса екінші орында. Емтиханнан өткен студенттерді суретке түсіреді. Көш бастап тұрған студенттер директордың қасына отырады. Бұл суреттегі ең мұңды түрлер вирус пен Чатурдікі болатын. Қазіргі шақта әлгі үшеуі Шимлаға жетіп келді, және де Ранчоның үйін тауып, тура әкесінің жаназасының үстінен түсті. Жақындары марқұмды еске алып жатқан кезде достар Ранчоның қасына келіп, оның мүлдем басқа адам екендігін көріп, қатты таңданады. Бірақ оларды одан да қатты таңғалдырған нәрсе, колледжде түсірілген суретте Ранчоның орнында мүлдем бейтаныс адамның отырғандығы болды.
Достар не болып жатқандығын түсінбей жақын маңдағы мейрамханаға барады. Чатур өзінің бірнеше күннен кейін ұлы ойлап тапқыш ғалым Фунчук Вандумен кездесіп, миллиондық контрактқа отыруы керек екендігін айтады. Алайда жігіттерді бұл мүлдем қызықтырмайды, олар достарының қайда жоғалғандығын білгісі келеді. Үшеуі әлгі байдың үйіне қайтып келіп, шынайы ранчоның қайда екендігін айтуды талап етті. Адам қолына қаруын алады, Чатур бірден қашып кетеді, алайда достар ешқайда кетпей, үй егесіне егер ранчоның қайда екендігін айтпайтын болса, әкесінің күлін әжетханаға тастап жібереміз деп қорқытады. Адам өзінің шынайы ранчо екендігін мойындайды, ал олармен бірге колледжде оқыған жігіт болса, бағбанның ұлы Чоте болатын. Бала кішкентайынан білімге құмар болды және де ранчоның барлық үй жұмыстарын жасап беретін. Бұл туралы жігіттің әкесі біліп қойып, ақылды балаға ұлының орнына жоғары білім дипломын алуды тапсырады. Колледжді аяқтағаннан кейін Чоте ешкімнің көзіне түспеуге уәде береді. Үй егесі жігіттерге Чотенің жаңа мекен жайын береді, осылайша олар жолын жалғастырады. Енді естеліктерге қайта оралсақ, колледждің соңғы жылы болатын. Бітіруші курста студенттер қатты уайымдайды, өйткені жұмыс берушілер жаңа жас мамандарды таңдап алады. Директор сахнаға Фархан мен Раджуды шығарып, олардың үстінен күліп, олардың ешқашан жақсы жұмысқа тұра алмайтындықтарын айтады. Кешкісін үш дос масайып алды. Ранчо Фарханның сөмкесінен өзінің сүйікті суретшісіне жазып, әкесінің ашуынан қорқып жібере алмаған қатын тауып алды. Сонымен қоса ол Раджуды тағдырын өз қолына алуға батылы жетпейтін қорқақ деп атады. Достары егер ранчо феяға деген сезімін білдіретін болса, өздерінің де батылдық танытатындықтарына уәде береді. Осылайша үшеуі вирустың үйіне барып, ранчо феяның бөлмесіне кіріп, өз сезімдерін білдіреді. Алайда ол қыздың жүкті әпкесімен сөйлесіп жатқан болатын. Вирус оянып кетіп, есіктің алдына шығып, қараңғылықта Раджудың түрін байқап қалады. Достар колледждің аудиториясына келіп, сол жерде ұйықтап қалды. Олар тура лекцияның ортасында оянады. Аяқ астынан аудиторияға вирус кіріп келіп, әлі де масайып тұрған Раджуды көрді және де жігітті өз бөлмесіне шақырды. Директор жігітті оқудан шығаратындығын айтады. Қорқып кеткен Раджу жылап отырып, одан екінші мүмкіндік беруін сұрайды. Бірақ вирус әдеттегідей өз дегенінен қайтпады. Ешқандай шарасы қалмаған Раджу терезеден секіріп кетеді. Достары жігітті тез арада ауыр жағдайда ауруханаға жеткізді. Дәрігерлікке оқып жатқан фея жігіттің сал болып қалғандығын, алайда айналасында болып жатқан нәрселерді көріп ести алатындығын айтады. Жігіттер достары тезірек жазылып кету үшін оның көңілін көтеруге тырысуда. Олар ол үшін мерекелер ұйымдастырып, өтірік жаңалықтармен бөліседі. Жігіттер Раджудың оқуға қайта қабылданғандығын, ал оның анасы көптен бері армандап жүрген киімін алғандығын, сонымен қатар Фарханның оның әпкесіне үйленгелі жатқандығын айтады. Ақыр соңында мұны естіген Раджу ернін қимылдатып күліп, достарына болмайтын әңгімелерді айта бермеңдерші дейді. Раджу тез жазылып келе жатыр, ал оны ауруханадан шығаратын күні Фарханға атақты суретшіден өзінің көмекшісі болуға ұсыныс түседі. Енді тек қана әкесінің келісімін алу ғана қалды. Жігіт әкесіне суретші болу ғана оны бақытты ететіндігін айтып, ақыр соңында әкесінің батасын алады. Раджу бар батылдығын жинап, үлкен бір компанияға сұхбаттасуға барады. Жігіт өмірінен өткен оқиғаларды және де колледжден не үшін шығарылып жібергендігі туралы барлық шындықты айтып береді. Жұмыс берушілер жігіттің шынайылығына таңданып, оған бірден жұмыс ұсынды. Фархан мен Раджу өмірлерін жақсарту жолында көмектескендігі үшін ранчоға алғыс білдіреді. Вирус жолы болмайтын жігіттердің жұмысқа кіргендігіне қатты ашулы және де ең соңғы емтиханда үшеуінің сұрақтарын ең қиын сұрақтарға ауыстырып қоймақшы. Пия жігіттер үшін қатты алаңдап ранчоға сұрақтар жатқан әкесінің кабинетінің кілтін береді.
Қазіргі шақта жігіттер Пияға ранчоны тапқандарын айтпақ болып хабарласады. Алайда олар қыздың бірнеше сағаттан кейін тұрмысқа шыққалы жатқандығын біледі. Олар бірден бағытты өзгертіп Пияға қарай жол тартты. Басында қыз олармен бірге кетуге келіспейді, әйтсе де ол әлі де ранчоны жақсы көретін еді. Ешқандай шарасы қалмаған Раджу күйеу жігіттің киімін киіп алып Пияны тура тойдың ортасында алып қашып кетеді. Емтиханға бір түн қалған кезінде Пархан мен Раджу тағы да бір ақмақтық жасап қоймасын деп емтихан сұрақтарын ұрлайды. Олар жауаптарды Раджуға берді, алайда Раджу жауаптардан бас тартып емтиханды өз күшімен тапсырамын деп шешті. Жауап парақтарының жоғалғандығын білген вирус жігіттердің бөлмесіне келді. Жерде жатқан жауап парақтарын көрген ол бірден үшеуін де оқудан шығарып жібереді. Жігіттер заттарын жинап жатақхананы босатты. Директор үйге қайтқан сәтте Пия ағасының аварияда кездейсоқ өлмегендігін, әкесі инженер боласың деп зорлағандықтан жігіт қысымға шыдамай өз жанына қиғандығын айтып, көзінде жасымен үйден шығып кетеді. Сәлден кейін Монаның толғағы басталады, бірақ өкінішке орай қатты жауынның кесірінен ауруханаға жету мүмкін емес болды. Достар қызды көріп қалып, оған көмектеспек болып шешеді. Олар Монаны теннис столына жатқызды, ал Фия болса скайп арқылы оларға бағыт-бағдар беріп тұрды. Өкінішке орай Пия әлсіреп қалған еді, және де өздігінен босанатындай жағдайда емес. Оған көмектесудің жалғыз жолы вакуум пайдалану болатын. Пия құрылғының қалай жұмыс жасайтындығын көрсетті, ал Ранчо болса оны қолда бар заттармен құрастырды. Қуанышқа орай барлығы сәтті аяқталып, Мона дені-сау баланы өмірге әкелді. Ранчо кетпек болып жатқанда вирус оны тоқтатып, үздік студентке арналған ручканы сыйлайды. Сонымен қатар директор жігіттің сұрағына жауап береді. Қаламды ғарышта қолдануға болмайды, өйткені қаламның ұшы сынып қалатын болса, көзге түсу қаупі бар. Үш дос соңғы емтиханды сәтті тапсырды, ал Ранчо болса жылдың ең үздік студенті атанды. Алайда жігіт дипломын алғаннан бірден қоштаспастан кетіп қалады. Ал Пархан мен Раджу болса оны 5 жылдан бері табуға тырысуда. Қазіргі шақта достар ақыр соңында шимаға жетіп, Ранчоның осы жердегі мектепте мұғалім болып жұмыс жасайтындығын біледі. Олар өсіп қалған миллиметрді көреді. Бала Ранчоның өзіне білім алу үшін көмектескендігін айтады. Пия Ранчоны бірінші болып табады. Ол өзен жағасында балаларды ойнатып жүрген болатын. Қыз жігітті кешіріп, олар татуласады. Содан кейін Пархан мен Раджу келіп достарын ұра бастады. Әйтсе де олар оның шын Ранчоға берген уәдесін орындауы керек болғандығын түсінетін. Сәлден кейін Чатур келіп, аз ғана ақшаға мұғалім болып жұмыс жасап жүрген жігіттің үстінен күледі. Және де вирустың ручкасына мен лайықтымын деп ручканы алып кетеді. Достар, Чоте жай ғана жігіттің лақабаты, ал оның шынайы есімі Фуншук Ваңду, және де ол ұлы ойшыл екендігін біліп таң қалады. Фуншук өз телефонымен Чатурға қоңырау шалды. Шындықты білген Чатур бірден сөйлеу мәнерін өзгертіп, жігіттен кешірім сұрады. Және де келісім шартқа қол қойдыру үмітімен жігіттің ізінен қуалай жөнелді. Осымен фильм аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Егер сіздерге фильм ұнаған болса, оны әдеттегідей 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Сонымен қатар жаңа видеолардың көбірек шығуына үлес қосу үшін каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.